Сәлем балалар, мен сіздерге қауырсын әдіс тәсілін түсіндіріп кетейін. Ежелде көгершінге хат байлап, хабаршы ретінде жіберген. Бізге құс қауырсындарында ерекше қағазда сөздер бар. Әрбір топтан бір қағаз таңдап, сөз бастап, келесі топ жалғастыру қажет. Қай топ тоқтап қалады, сол топтан бір ойыншы шығып қалады. Алдымен екі топқа бөлініп алайық. Ал ендеше сәттілік. Ұлдар тобынан бірінші Димаш бастай ғой. Бізде қауырсында қандай сөз алып келген екен? Жануарлар атауы. Жануарлар атауы. Кән кеттік па? 1, 2, 3. Қасқыр, қоян, ит, мысық, жолбарыс. Жылдам. Мысық, жылан, аю. Аю, Қой. барыс. Барыс айтылып қойды. Сезім отыра ғой. Аружан, келесі сөз таңдай ғой, Аружан. Асхана жайлы. Шанышқы, асханаға қатысты сөздер. Жылдам. 1, Арнұр. 2, 3. Арнұр отыра ғой. Заңғар, келесі сөзді ала ғой. Қандай сөз бар екен? Жылдам. Қандай сөз жасырынды? Қандай? Мамандық. Қандай мамандық атауын білесің? Құрылысшы. Тағы да қандай мамандық? Полиция қызметкері. Өрт сөндіруші. Мұғалім. Заңғар. 1, 2, 3. Заңғар орныңа отыра ғой. Келесі сөзді Абдығайыз ала ғой. Жеміс көкөністер алма. Жылдам. Қандай жеміс көкөністер? Алма, иә. Келесі Диана. Алма айтылып қойды. Диана, ойыннан шығамыз. Келесі қыз. Жоқ, осы жеміс көкөністерге айта береміз. Інжу. Абдығазиз. Өрік. Пияз. Сәбіз дей салшы, иә. Жарайды. Келесі. 1, 2, 3. Аружан, қандай сөз жасырынды? Ала ғой, тез. Наурыз мейрамы. Алты бақан, иә? Жылдам. Бексұлтан, 1, 2. Ой, келесі сөзді жылдам. Қандай сөз жазылыпты? Мектепке қатысты сөздер. Тақта. Стол. Гүл. Шкаф. Гүл. Димаш 2 рет айтып қойдың гүлді. Шыға ғой, балам. Жарайсыздар. Енді осыменен қыздар тобы жеңді. Жарайсыздар. Сіздердің сөз тапқырлықтарыңыз өте керемет дәрежеде.